Қайырлы күн балалар. Көңіл-күйлерің қалай? Барлығымыз жақсы болсақ, бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметімізді бастайық. Оқу қызметіміздің тақырыбы достық еліне саяхат деп аталады. Оқу қызметіміздің мақсаты геометриялық пішіндер туралы түсініктерін анықтау, балаларға қоршаған ортадан басқа жердегі геометриялық пішіндерге сәйкес келетін заттарды тауып, салыстыру дағдыларын бекіту. Оқу қызметімізді бастамас бұрын қанекей шаттық шеңберін құрып алайықшы. Армысың досым, кел маған қосыл, алақанға салып алақан, шеңберге бірге тұрайық, жер шарындай айналып, әлемге жарық ұқсайық, қолымызды көтеріп, күннің нұрын алайық, ортамызда күн нұры, құшаққа оны алайық. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, мына суреттерден нені көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, геометриялық фигураларды көріп тұрмыз. Олай болса, осы геометриялық фигуралармен жақынырақ танысу үшін бейне роликті тамашалайық балалар. Пішіндер. Үш бұрыш. Мына заттар қандай пішінге ұқсайды? Шаршы. Мыналар шаршы пішіндес. Тік төрт бұрыш. Бұл қандай пішіндер? Бес бұрыш. Мына заттардың ішінен бес бұрыш табыңдар. Алты бұрыш. Алты бұрышты заттар. Шеңбер. Шеңбер заттар. Трапеция. Трапеция пішіндес заттар. Ромб. Мына суреттерден ромбты көрсетші. Цилиндр. Мыналар цилиндр пішіндес. Конус. Конус пішіндес заттар. Текше. Ал бұлар қандай пішінге ұқсайды? Дұрыс, текшеге ұқсайды. Пирамида. Бұл пирамида. Жарайсыңдар. Келесі кездескенше. Ал балалар, бейнероликтен мына тұрған фигуралардың аттарын үйрендік пе?
Қане, атап шығайықшы, қандай фигураларды білеміз? Жарайсыңдар балалар, біз бүгін көптеген фигураларды үйрендік. Ал енді кішкене ойын ойнайық. Мына суреттерден біздің еліміздің туын көріп тұрсыңдар ма? Олай болса, өз еліміздің туын тауып, суретін салып, маған кері байланыс жасап жіберіңдер. Осымен бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметіміз аяқталды. Барлығың жақсы атсалысты деп ойлаймын. Жарайсыңдар балалар, сау болыңдар.